Әрине ол салмақтың себепсізден себепсіз түсуі, себепсізден себепсіз адамның тершең болуы және денеге шыққан себепсіз бөртпелер немесе жаралар ұзақ уақыт жазылмайтын. Себепсізден себепсіз егер жыныс жолдарынан және тікішектен қан немесе ірің шығатын болса, себепсізден себепсіз жөтел пайда болатын болса, себепсізден себепсіз тамаққа тәбеті адамнан төмендесе, ұйқыңыз бұзылса ұзақ уақыт бойы және белгілі бір бездердің ұлғаюы немесе белгілі бір ісіктердің денеңізде пайда болатын болса, осы кезде онколог дәрігердің консультациясына жүгінгеніңіз дұрыс болады. Қазіргі заманауи технологиялар дамыған кезде қатерлі ісіктерді емдеу, оның 1 жылдық болсын және 5 жылдық болсын өмірін ұзарту жаңағы проценті Қазақстанда жыл сайын жоғарылауда. Қазақстан деңгейінде онкологиялық емдерді емдейтін түрлі технологиялар өте қарқынды дамуда және жақсы деңгейге қойылған деп айтуға болады. Яғни шетелге шықпай-ақ Қазақстанда операцияны жасауға да, химиотерапияны және таргетті иммунотерапияны алуға да және сәулелі ем түрлерінде алуға болады. Әрине, кей жағдайларда болады, көп халық адамдар шетелге емге шығуға талпыныс білдіріп жатады. Ол адамның өзінің жеке құқығы. Ешбір адамды шетелге шығып емдемеңдер деп онкологтар ешқандай ұсыныс айтпайды, емделуге болмайды деп. Бірақ біздің қосымша айтарымыз Қазақстан деңгейінде де ем түрлері жақсы жолға қойылғандығын баса айтқым келеді. Аурудың ең бір жақсы жолы емделудің ол ауруға берілмеу. Кез келген сатысында болсын, жаңа бірінші сатысында болса да ауруға беріліп кетсе де, ол толыққанды емделмей қалып жатады. 4-ші сатысы болса да, денесінде барлық метастаздар таралып кеткеннің өзінде де, бірақ адамның ішкі жан жүйесі, жан дүниесі өте берік болып, емге деген құлшыныс өте жоғары болатын болса, кез келген сатыдағы онкологиялық ауруларды жеңіп шығуға үлкен мүмкіндік бар.